Шарға бөлінген ашық бол. Жаңа бассаңдар, сендер бірінші топ, екінші топқа бөлінесіңдер. Қан басалып. Аяғы басалып жүрген. Ортасын басалып. Иә? Екінші топқа келді. Бара бер, орналаса бер. Келесің, жылдам. Бірінші топқа. Екінші топқа. Ондай болса балалар, қазір біз алдарында смарт сағат тұр, иә? Бұл смарт сағат арқылы сендер бүгінгі сабақты бағалап отырасыңдар. Қазір бізде әдебиет сабағынан берген тапсырмаларды жазып орындауға тырысамыз, иә? Өзіңізді белсенді санайық. Екінші бізге қасқыр қандай аң дейді? Қасқыр жабайы аң. Қасқыр жабайы аң. Жақсы, жарайды. Келесі інжу. Өз басың өзіне олжа сөзінің мағынасы қандай? Иә, өз басың өзіне олжа қандай? Аман қалғанына қуан деген мағынада. Аман қалғанына, басың аман қалғанына қуан деген мағынаны білдіреді. Иә, жақсы. Келесі, аяла. Қасқыр тырнадан не сұрайды? Қасқыр тырнадан не сұрайды? Тырна қасқырдан не сұрайды? Тырна қасқырдан не сұрады? Иә? Тырна қасқырдан, мен сенің аузындағы сүйекті алдым ғой, сен маған ақы төлейсің деді. Жарайсың. Иә. Келесі, аяру. Қиналды. Қасқыр қалай қиналды? Бастапқыда қасқыр қалай қиналды? Аузында сүйек тұрып қалды, иә? Тамағына сүйек тұрып қалғаннан кейін қасқыр қиналды. Келесі, біз айтқан кім? Алына. Қасқырдың орнында болсам не істер едім? Қасқырдың орнында болсам не істер едім? Қасқырдың орнында болсам, маған көмектескен тырнаға рахмет айтар едім. Дұрыс айтасың. Тырнаға айтар едім. Ол бірақ тырнаға рахмет айтты ма? Айтқан жоқ. Бүгінгі ондай болса сабағымыздың тақырыбы денсаулықты сақтай біл және қоян. Сабақтың тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқы дейді. Мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтауымыз керек. Жеке берейік, иә? Тапсырма бойынша сендерге айтады. Тез арада мына жерде берілген кестеге аурудың белгілерін жаз дейді мына жерде. Қайсы жұқпалы деп ойлайсың, түсіндір дейді. Сіз мына жерге тіс шегі деген ауру дейді, тұмау, тамақ баспасы деген аурулардың белгісін жазамыз. Және ол қайсы жұқпалы, соны жазып кетеміз. Ал, онда оқып жіберейікші. Не жаздым? Шегіден қыстың қызыл еті, тұмау деген жөтеліп қалуы, тамақтың баспасы жөтеліп қалуы мүмкін. Не дейді? Тіс-шегі деген ол біздің есіміздегі қызыл ет. Ол қызарып кетсе ауырады. Тұмау деген жұқпалы ауру, ол жөтелу. Тамақ ауырғанда ісіп кетеді. Аяру. Тұмауда жөтелеміз ба? Тамақ баспасын біздің тамағымыз басып тұрады. Ондай болса сендерге балалар барлығымыз бір балдан қойыңдар, Айсұлтан ғана 2 балдан қояды. Өйткені ол жұқпалы ауру деп тұмаудың жұқпалы екенін айтып кетті, иә? Қалғандарын жұқпалы ауру деп айттық па? Сен айттың ба? Інжу айтты дейді. Онда інжу мен Айсұлтан 2 бал. Қалғанымызға бір балдан. Бір балдан. Бір бал қойып қоямыз, бір бал өздері, иә? Қалғанымыз 2 бал. Келесі. Ондай болса. Ертеде орманда бір қоян ауырып қалыпты. Қоян еміздеп тоқылдаққа келеді. Тоқылдақ, мен сізді іздеп келдім, дейді қоян зорға сөйлеп. Көптен бері ауырып жүрдім,
емделейін. Тоқылда қоянның өңіне тесіле қарап, қай жерің ауырады деп сұрады. Қай жерімнің ауыратынын білмеймін. Әйтеуір түлкінің қарасын көрсем, дірілдеп, әлсіреп қаламын, деді қоян. Тоқылда оның ауруын таппады. Қай жерінде дерт бар екенін біле алмай тұрмын. Үкіге барып көрші, деді тоқылда. Қоян үкіге келді. Үкі көз әйнегін. Жарайды балалар, қазір бізде кітабымызды ашамыз, осы мәтінді ашамыз. Ертегі орыс халқының ертегісі, қоян ертегісімен қарап, қазір рөлге бөліп оқиды. Бізге қазір тапсырма бердік, ертегіні рөлге бөліп оқы дейді. Кім шығады? Үкі. Тоқылда. Қоян. Ертеде қонғанда бір қоян ауырып қалыпты. Қоян емізді тоқылдаға келеді. Тоқылда, мен сізді іздеп келдім, дейді қоян жорға сөйлеп. Көптен бері ауырып жүрмін, емделейін деп едім. Тоқылда қоянның önінен тексере қарап, қай жерің ауырады деп сұрады. Қай жерінің ауыратынын білмеймін. Әйтеуір түлкінің қарасын көрсем, дірілдеп, әлсіреп қаламын, деді қоян. Тоқылда оның ауырын таппады. Қай жерінде дерт бар екенін біле алмай тұрмын. Үкіге барып көрші, деді тоқылда. Қоян үкіге келді. Үкі көз әйнегін тағып алды да қоянды қарай бастады. Мен бір нәрсеге таңғалып тұрмын, деді ол. Деді қоян. Ертеде кім ауырып қапты? Ертеде кім ауырып қалыпты? Ертеде орманда қоян ауырып қалыпты. Ертеде орманда қоян ауырып қалыпты. Ясына қалма. Қоян кімге барды? Қоян кімге барды? Қоян жүрегі ауырып тоқылдаққа келді. Қоян тоқылдаққа не деді? Қоян тоқылдаққа не деді? Жақсы. Аға, не деді? Қоян мен ауырып жүрмін. Қоян мен ауырып жүрмін. Қай жерім ауырып деді? Иә, қай жерім ауырып деді? Кімді көрсем деді, бірақ? Түлкіні көрсем, қалдырақ қаламын. Я сен түлкі деп соны айтпақшы болдым ғой, Жақсы. Кім? Інжу. Сұрақ бастыр. Кез келген жеріне қойып сұрайды. Мәтіні. Тоқылда кімге бар деді? Тоқылда кімге бар деді? Тоқылда кімге бар деді? Кімге барды? Қоян үкіге барды. Аға, ағай. Мақұл. Иә? Мына жерде оқиық қандай сөздер бар? Дерт деген не? Ауру дейді. Иә? Ауру. Құлақ астан. Не ол? Құлақ деген сөз деді. Яғни құп алу. Құп алу деген қалай түсінеміз? Орындау. Иә, құп алу, орындау. Бізге айтады, үшінші тапсырмада әңгіме құра әдісі дейді. Жоспардың үшінші бөлімі бойынша ертегіні әңгімелейді. Біздер қазір мына жерде жоспардың үш бөлігі жазып болып тұр. Сендер өздерің бірінші бөлігін, екінші бөлігі, үшінші бөлігінде тақап қойсаңдар, мына жоспар соны сәйкес келгендіктен ашамыз. Кім ауырып қалды екен? Келесі екінші кім айтты? Мен айттым. Жаңағы бөлім бойынша екі балдарыңды қойып отырыңдар, шайтан. Келесі бөлімде. Ол кімді тапсыр? Келесі бөлімде не жайлы болып тұрды? Аға. Тоқылда қоянның үкіге... Қоянның тоқылдаққа барды. Үкінің тені сәті
Dene sağ болу үшін несиелеріңдер топтар талқылап ереже құрастырып жазыңдар сендер. Екінші еркек кейіпкерлердің топтар біз әрқайсысы сипаттап айтып көріңдер. Жылдамдатамыз. Дені сау болу үшін не істер едіңдер? Топта талқылап берген құрастырып жаз деген тапсырма берілді. Біз бұған көппен айналысу керек, дұрыс тамақтану керек, күн тәртібін сақтау керек, және де таң ата тұру керек. Таң атында азында тұрышы болу. Сізге берілген тапсырма. Екі балдан қойдыр өздері. Сізге берілген тапсырма кейіпкерлерді әрқайсысына тапсырма айтып көрсету. Орманның белгісі. Үкі, ақылды қалды. Ақылды және отыра қойды. Екі балдан өздеріңізге қойыңыздар. Алдындай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Көптен ауырып жүргенін айтты. Білмеймін. Көптен ауырып жүргенін айтты дейді. Иә, оқысың? Келесі басқа жұртың бар?